Теңге қазақша сөйлейді, бұдан бұлай. Банкноттың бетіндегі орыс тіліндегі жазулар алынып тасталмақ. Әсілінде бұл ақпардың белгілі болғаны бүгін ғана емес. Тек өткен аптада Ресей сыртқы істер министрінің ресми өкілі осыған қатысты ведомствоның ұстанымын айтуы мұң екен, көрші елдің ақпарат құралдары шулап қоя берді. Ал теңгенің тарихына келсек, ол айналымға енген 1993 жылғы қараша айынан басталмайды. Қазбаласан сонау сақ заманына кетіп қаласын. Ал теңге атауымен айырбас құралы ретінде айналымда жүргеніне де 1000 жылдан аса уақыт болыпты. Ендеше төл ақшамызды қазақшалау үшін біреуден рұқсат сұрауымыз керек пе? Ендігісі сюжетте. Өткен жылдың 12 желтоқсанында президенттің жарлығымен теңгенің жаңа концепциясы бекіді. Оған сәйкес ұлттық банкнот бетіндегі таңбалы жазулар тек мемлекеттік тілде қалдырылмақ. Жаңа тұғырнаманы әзірлеп жүзеге асырушы құзырлы орган еліміздің ұлттық банкі. Біздің редакциялық сауалымызға олар жазбаша ғана жауап берді. Қазақ тіліндегі банкноттар қашан айналымға шығады, қандай дизайнда болатындығы жайлы мәлімет беруді жөндеп таппады. Осы ақпарат өткен айдың соңында шыққан болатын. Біздің елдің ақпарат айдыны тыныш, бірақ көрші Ресейдің басылымдары шулап қоя берді. Тіпті арқадан пышақ ұрды деушілер табылып жатты. Ол аз десеңіз, YouTube порталында бейнеролик түсіріп, қынжылыс білдіргендер де болды. Жұртты қайдам, Ресейдің ресми билігі де бұл жайтқа қатысты мемлекеттің ұстанымын бүйдеп білдірді. Мы считаем, что это внутреннее дело. Біз бұны аталған мемлекеттің ішкі мәселесі деп білеміз. Десе де қазақстандық әріптестерімізбен орыс тілі ана тілі болып табылатын тұрғындардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы барысын жиі сөз етіп тұрамыз. Бұл жайт біздің жіті назарымызда. Отандық экономист Рахым Ошақбаевты сөзге тарттық. Оның айтуынша дәл қазір тіл мәселесін, ұлт мәселесін көтерудің жөні жоқ. Реакция, она в пределах дипломатической тональности. Нам дан сигнал. Бұл реакцияға келсек, дипломатиялық мәнерде Қазақстанда болып жатқан жайттардың жіті назарда екен аңғартатын белгі берілді. Әрине, дизайнның қандай болуы, қай тілде жазылуы бұл біздің дербес құқығымыз. Десек те тіл тақырыбын көтере беру қауіпті екенін түсінуіміз керек. Украина мысалын көрдік. Аталған елде орыс тілін қолданыстан ығыстыру саясаты жүріп жатыр деп ресейліктердің айтқанын білеміз. Оны дәл солай ресми дәрежеде болды деп өз басым шегелеп айта алмаймын, бірақ реакция болды. Ұлттық мәселелерді жиі көтеріп жүретін саясаткер Дос Көшімнің айтуынша біздің биліктің байсалды позиция ұстауы тап осы арада өте дұрыс. Ресей мемлекеті Қазақстанды өзінің саяси аренасында ұстап отырмыз деп ойлайды, өзінің шегінде. Сондықтан кез келген ұлттық мәселе жөнінен өздерінің бір қырын қарайтындарын көрсетіп қояды. Бұл бір балалық сияқты, кей уақыттарда бұған күле қарау керек. Сондықтан менің ойымша біздің мемлекет әйтпесе дипломатияның бұған жауап беруіне ешқандай қатысы жоқ. Осындай жайттарға келгенде, Ресейдің қимасы неге қышиды деген сұрақ туады. Аңдасақ олардың түсінігінде Қазақстанның кіндік әкесі Кеңес одағы төл дүниесін жасауға тарихи алғы шарты жоқ, тарихи қақысы жоқ. Большевиктердің қателігінен пайда болған мемлекет дегенін талай естіп жүрміз. Ендеше теңгенің тарихын білмекке тарихшыны сөзге тарттық. 10 ғасырларда Отырар қаласы мен Яссы қаласында енді монета шығаратын монеталық сарай жұмысқа қосылып, сол жұмыс істеді. Қазақ даласында пайда болған мемлекеттік құрылымдардың барлығында айырбас құралы ретінде ақша жүрді. Сақтар заманда ол қола құймалар болса, кейінірек Қарахан дәуірінде күміс дирхем, алтын динарлар болды. Соңғысы айырбас емес, керек десеңіз қазыналық резерв рөлін атқарған. Алтын Орда мемлекетінде де ұлттық валюта теңге болды. Ол Шыңғысханға дейінгі Қыпшақ мәдениетінен бастау алады деп айтылып жүр. Десе де, тереңірек үңілсек, тағы 3-4 ғасыр ары кетеді екенбіз. Түргеш қағандығы кезінде Түргеш қағандығының қола монетасында жазу болған Мырза Түргеш қағаны тәңге. Тәңге қазір кейін деньги деп қазіргі орыстардың деньгасы немесе кейін біз мынау Евразиялық кеңістікті алып жатқан Қазақстанда ұлттық валюта ретінде теңгені біз сонда мұрагер ретінде толыққанды заңды түрде ие болып отырмыз. Демек, мыңдаған жылдық тарихи алғы шарты бар. Айырбас құралымызды мемлекеттік тілде жаза алмасақ, елдігімізге сын емес пе? Тәуелсіздігімізді айқындайтын бір істердің бірі осы теңгеден басталса өте жақсы, өйткені біз әлі де басқа ұлттың тілі жазылып тұрғанда бір тәуелді сияқтымыз да. Демек, егер тек қазақ тілі болса, жалпы келген адам, шоттан келген адам, ол түсінбей жатса, ол білетті, осы халықтың ақшасы мынау не деп жазылып тұр мына жерде. Переводқа кірейікші, Google-ға кірейікші деген сияқты.
не сможете понять на казахском языке, что написано на 5000-ной купюре, мне за вас будет безумно стыдно. 19 ғасырдың 60 жылдарында ол кезеңде толықтай Ресей империясы Орта Азия және Қазақстанды өзінің қол астына алғаннан кейін бізде ең бірінші теңге валюта немесе айналым құралы, тауар ақша айналым құралы дегеніміз не? Ол тәуелсіздіктің белгісі. 19 ғасырдың 60 жылынан бастап біз тәуелсіздіктен толыққанды айырылдық деп айтуымызға болады. Сондықтан араға 150 жылдай салып, егеменді ел болып, құлағанымызды тұрғызып, өшкенімізді жағып, үзілгенімізді қайта жалғап жатқан тұста, сол тәуелсіздіктен айырған империя мұрагерлерінің қырын қарауы заңдылықта шығар бір есептен. Солар ренжіген сайын мен қуанам. Демек, бұл біздің өзіміздің тәуелсіздігіміздің нығайып келе жатқанының белгісі. Төл валютамыз алғаш айналымға шыққан 1993 жылы долларға шаққандағы бағамы 4 теңге 75 тиын еді. Немесе оны 500 советтік сомға ауыстыруға болатын. Қазір 1 доллар 370 теңгеден асады, яғни осыншалықты құнсызданды. Қазіргі теңге ол дизайны жағынан бірнеше рет үздік банкнот болып танылды, суреттері мен айшықтарына байланысты дау жанжалдар да болды, ол бірақ бөлек әңгіме. 26 жыл тарихында ондаған есе құнсызданып кетсе де, теңге ол біздің төл валютамыз. ақш долларының қасында қауқар көрсете алмайды, тіпті көрші Ресей рублімен де иық тіресуге әлі ерте. Тым болмаса киімімен тілі қазақшаға лайық болсын деген шығар. Неге десеңіз, ол елдіктің нышаны. Бәлки қазір әлсіз де болар, бірақ болғаны дұрыс. Жас өспей ме, жарлы баймай ма дейді қазақ. Берік Дүйсенбай, Өміргүл Жендетхан, Нағашбек Алданов, Қайрат Калямбеков, Жандос Айхожин, басты бағдарлама.